өзіміз үшін туып аламыз. Жігіттер арамтамақ, пайда күнем жалқау деп ешкімді менсінбей отыр. Болған оқиға. Күйеуден бағым жанбады. Ол кісі ішімдікке құмар, қит етсе үйде ұрыс шығарып, мені төпелеп отыратын біреу еді. Жер барып хабар айтпасын, өмірден өткенде балам мен екі қызым түк қайғырмады. Мама, қайта құлағымыз тыныш қалатын болды деп мені жұбатқандары есімде. Қайтсын, көзін ашып көргеннен әкелерінің әр жерде аунап жатқанын көретін. Сыныптастарынан ұялып, мектептен жылап келетін. Күйеуім қайтыс боп, ұлым Алматыға оқуға түскенде тұрып жатқан пәтерімізді сатып, екі қызыммен осында көшіп келгем. Көзімнен таса еткім келмеді. Үлкен қалада бұзылып кетер деген күдігім де болды. Қазір 3 бөлмелі пәтерім бар. Екі қызыммен сонда тұрамын. Ал балам үйленіп, әйелімен бірге Астанаға қоныс аударды. Жұмыстары сонда. 2-3 айда бір келіп кетеді. Келіме көңілім толады. Барсам да, кесе де алдымды кеспей, асты-үстіме түсіп бәйек боп жатады. Аман болсын әйтеуір. Мені қинайтыны екі қызымның жай күйі. Үлкенім дәрігерлікті бітірген. Қалалық аурухананың біріне жұмысқа тұрды. Жұмысқа тұрдың ғой, енді тұрмысқа шық. Әр нәрсе өз уақытымен болуы тиіс деп қанша айттым. Тыңдамады. Мама, әлі ерте, жұмысқа жақсылап орнығып алайын деді. Сол сылтаумен тағы оқыды. Кандидаттық қорғады. Одан шетелде іс тәжірибеден өтіп келді. Докторлық диссертациясында қорғап, мансап қуып кетті. Қазір жасы 38-де, білдей бір ауруханада бас дәрігердің орынбасары болып отыр. Қызымның материалдық жағдайы жақсы. 3 бөлмелі пәтер алған. Астында көлігі бар. Жылына 2 рет шет елге барып демалып келеді. Бірақ күйеуге тиетін ойы жоқ. Айта-айта шаршадым. Мама, күйеуге тиіп, сіз жетістіңіз бе? Қазір еркектердің бәрі есеппен үйленеді. Оларға менің қызметім, атағым, пәтерім ғана керек. Ондай адамға қызмет қылып, ненің азабы маған? Одан да өзім үшін біреуден туып алсам болды деп айтқанынан қайтпай отырып алды. Мен не дейін, уақыт сәті өтіп бара жатқасын батамды бердім. Қазір 3 жасар қызы бар, екеуі тұрып жатыр. Күнара үйге келіп тұрады. Немерелі болғалы, менің де күшім тасып, өмірге деген құлшынысым оянып басқаша боп кеттім. Ендігі лекциям кіші қызға басталды. Жасы 30-ға келіп қалған. Тұрмысқа шықсайшы, ұнататын жігітің бар ма деп сұраудан шашадым. Ешкімім жоқ деп бет бақтырмай жүретін. Оның да қызметі жақсы. Әуежайда бір бөлімнің басшысы болып отыр. 5 тіл біледі. Қызыңа құда түсейік деп құда жекжаттардан, дос-жарандардан неше түрлі ұсыныс түскен. Қызым адам менсінбей 1-2 кездесуден кейін жігіттердің бетін қайтарып тастап жүрді. Былтыр күзде тұрмысқа шығатын сияқтымын. Бір жігітпен таныстым деп қуантып қойды. Ойпырмай, шүкір деп желпініп, іштей ұзату тойын істейтінімді ойлап, бәрін жоспарлап, шет жағасын Астанадағы балама айтып қойғам. Сөйткен қызым өткен аптада келіп тұр. Тойды да өзі де құрсын. Мен енді ешкіммен кездеспеймін деп бедірейіп отырып алды. Не болғанын айтсаңшы деп сұрап ала алмадым. Ақырында әпкесін араға салдым. Сөйлешші, бауырың ғой, не болғанын біліп бер деп өтіндім. Сөйтсем, кіші қыздың жігіті мұның аяғы ауырлағанын білген күні шетелге кетіп қалыпты. Балалы болуға дайын емеспін, алдырып таста деп шарт қойыпты. Қызым олай ете алмайтынын айтқан. Олай болса өзің өсір, өзің тәрбиеле. Бала көтерерден алдын менімен ақылдасуың керек еді деп уәдесінен тайқып шыға келген. Ақымақ қызым, ақыры үйленеміз ғой деп алды артын ойламай жүре беріпті. Масқарай, енді елдің бетіне қалай қараймын? Сен де некесіз бала таптың. Мынаны естісе жұрт артын ашып күледі ғой деп жылап, давлением көтеріліп ауруханадан бірақ шықтым. Ары-бері ойланып, баланы алдырып тастасын. Әлі кішкентай екен ғой. Алдағы уақытта өзім жақсы жігітпен ұзатам. Балалы болып үлгереді, дедім. Сөйтсем, үлкен қызымда сіңілісінің сөзін сөйлеп, іштегі баланы алдыруға қарсы болып отыр. Қазір заман басқа, елдің бізде шаруасы болмасын, деп бет бақтырмайды. Өзіміз үшін өмір сүреміз, бітті, дейді, келісіп алғандай. Қанша жерден шыр-пыр болсам да екеуі осы ойға анық бекінген. Өз басым күйеуім қайтыс болғаннан кейін 2-ші мәрте тұрмысқа шықпадым. Бар ойым, ел-жұртқа сөз болмай балаларымды аман-есен адам қатарына қосу еді. Енді сол арман мақсатыма жеттім. Қыздарым мен ұлымды оқыттым, жоғары білімді азамат қылдым. Дегенде көрейін дегенім осы ма еді?
Әу баста 3 баламды да кішкене еті тірі болсын деп орыс мектебінде оқытып едім. Әлде бұл сол орысша тәрбиенің салдары ма деп те ойланам. Қыздарымды алған бетінен қайтару үшін не істесем екен? 2 қызым бірдей некесіз бала тауып алып отырса, бұл тірідей өлім ғой.